Кітап нөмір 137 Бақтыөмір Шалғынбайдың «Шығыстағы текетірес» деген деректі повесті. Енді бұл кісіні алдыңғы «О дүние» кітабында таныстырып кеткенбіз. Біздің алғашқы ұстаздарымыздың бірі, кітаптарымыздың шығаруына себепкер болған осы Аягөз қаласының тұрғыны, жазушы, журналист. Енді бұл кітапта жалпы атында тұрғандай осы Қазақстан аумағындағы шығыста орналасқан Өскемен қаласындағы текетірес туралы деректі повесть. Негізгі басты кейіпкер Болат Дүйсенбі, осы Аягөз ауданының Ақшәулі ауылының тумасы, көптеген жылдар осы жаңағы мемлекеттік қызметте қызмет еткен мемлекет қоғам қайраткері. Және бұл кітаптың жалпы өзі 119 беттен тұрады. Ішінде бірнеше адамның пікірі жазылған екен. Сол тікелей сол жаңағы текетіреске қатысушылар және осы Болат Дүйсенбінің өзінде сөздері келтірілген екен. Жалпы повестің өзі не туралы? Бәрімізге белгілі 1990 жылдары жаңағы кеңес үкіметінің қабырғасы сөгілгеннен кейін жан-жақтан тәуелсіздік ала бастаған кезде сондай бір ауыр аумалы төкпелі заман болды. Сол кезде осы Өскемен қаласының 12%-ына ғана жетпейтін қазақтар болған екен. Жалпы негізі 340 мыңға жуық халық болған Өскемен қаласында. Соның 12%-ына ғана жуық қазақ ұлтынан болған екен. Ал жалпы облыс бойынша 27,2%-дан аспаған екен қазақтардың үлесі. Осындай үлеске орай Өскеменнің сепаратистік бағыттағы тұлғалары, адамдары, биліктің басындағы шенеуніктер жоғарыдағы депутаттардың көмегі арқылы, тіреу арқылы Өскеменді, шығысты жалпы автономиялық ел деп танып, жалпы Ресейге бағынып кетуді ойластырған екен. Яғни Қазақстанның жерінен ауытқып Ресейге ауыспақшы болған екен. Осындай қиын қыстау заманда қазақтың жері деп жаңағы ұлттық намысыменен, ерен еңбегіменен көзге түскен осы Болат Дүйсенбі ағамыз болған екен. Жалпы сол кездегі бірнеше ұлтқа жанашыр адамдардың бастарын біріктіріп, сол өңірдегі қазақтар аз болса да ұлттық жаңағы бағытқа бірден ауыспай, айла тәсіл жасап, мәселен қазақ тілді қоғамы, Невада Семей ұйымы, Возрождение секілді немістердің, кәрістердің, ұйғырлардың, шешендердің жаңағы қоғамдарын біріктіре отырып, бұл елді жаңағы Өскемен қаласын және сол шығыс елін Ресейге қосылудан, автономия болудан сақтап қалған екен. Сол жолындағы ерен еңбек, сол жолдағы қиыншылықтардың бәрін осы повесть арқылы жаңағыдай жазып көрсеткен екен. Өте керемет еңбек негізі. Енді қысқаша ғана айта кететін болсақ, осы Болат Дүйсенбі өзінің автономия болуын сақтап қалу жолында көптеген еңбектер жазылған. Енді оны оқу барысында танысасыздар, бірақ мен кейбір жерлерін ғана айтып өтейін. Мәселен, осы Өскемен қаласында қазақтардың аз болуына байланысты газет-журналдарда орыс тілінде шығып жүрген екен. Және көбінесе сол сепаратистердің тілімен жазылған мәліметтер Қазақстан аумағына тарап жатқан екен. Бірақ соны олардың қитұрқы әрекеттерін Қазақстанға паш ету үшін Алматыға барып, Болат Дүйсенбі сол кездегі радио мен телевидениенің басшысы болған Шерхан Мұртаза, Қазақ әдебиеті газет-журналының бас редакторы болған Оралхан Бөкей, тіпті сол Өскемен жақтың тумасы, соларға барып көңілі қайтып жаңа қалып қайтқан кездері болған екен. Яғни ол кісілерден оңды көмек таппағаннан кейін сондай көңілі құлазып қайтқан екен. Бірақ тағы да бір рет осы жерде Өзбекәлі Жәнібектің ұлтқа деген жанашырлығын байқап отырмыз. Ол кісі осы Болат Дүйсенбі Өзбекәлі Жәнібекке жолығып, осындай мән жағдайды айтқан кезде ол кісі де өзінің ақыл кеңесін айтып, сабырға келтіріп, және сол кездегі бірінші хатшы болып тұрған кейін тұңғыш президент Назарбаевқа айтатындығы туралы мәлімдеп, бірнеше кеңестерін айтып, қолынан келген көмегін
жасаған екен. Негізі Өзбекәлі Жәнібекпен бірге Торғай облысында бірге қызмет атқарған екен. Жаңағы Болат Дүйсенбі Торғай облыстық қаржы бөлімінде қызмет атқарған екен кезінде осы кісіменен жаңағы әріптес болған. Сол себепті бұл кісіні жақсы таныған және ол кісінің де көмегі тиген екен. Енді сонымен қысқаша айта кететін болсақ, 1990 жылы басталған бұл қитұрқы әрекеттер 1991 жылы қазан айының басында, әлі тәуелсіздік алмаған кез, сондай бір елең-алаң уақытта тарихи сессияны жасап, сепаратистер тезірек автономияны бекітіп тастамақ болған ғой. Сол кезде осы Болат Дүйсенбі және тағы да бірнеше арда азаматтардың жаңағы қарсылығымен, сонымен қатар сол сессия барысында Өскемен қаласындағы орталық мәдениет сарайының үлкен залында болған үлкен жиында күн тәртібіне қойылған осы автономияға құру туралы сұрақ қою барысында және ақсақал Кузьмин деген кісі және қарт әже Дария Михайловна деген кісілер жаңағы трибунаға шығып, қазақ халқы қашанда орыспен бірге, жаңағы орыс халқымен бірге болған кезінде, біздің ата-бабамыз келген кезде қазақтардың ата-бабалары ешбір қарсылық білдірмей қонақжайлықпен бізді қарсы алған. Бүгінгі жасап жатқан әрекеттерің мүлдем ақылға сыйымсыз. Сіздер тым болмаса үйдегі кәрі әке-шешелеріңізбен ақылдастыңыздар ма деп, осы жаңағы қарияларымыздың ақыл сөздерінен кейін және біздің өзіміздің арда азаматтарымыздың пікірлерінен кейін ғана тоқталып, бұл автономия құру туралы күн тәртібіндегі сұрақ алынып тасталған екен Носиковтың енгізуімен және сол кісінің алып тастауымен. Енді сөйтіп аман-есен өскеменімізді, шығысымызды осылай осы кісілердің сондай бір еңбегімен алып қалдық жерімізде. Бірақ ол осымен тоқтамаған. Кейін осы ұлтшылдар деп айып тағып, бұл кісілердің жаңағы жала жабу мақсатында жала жақтым күйе демекші. Кейін осы 94 жылдары шешендердің қазақтың 4 жігітін өлтіріп кетіп, шешендерді жаңағы Дағыстанға көшірмекші болып шыққан кезде де осы Болат Дүйсенбінің көмегіменен тыныштандырған екен. Ол кезде ол Олжас Сүлейменовке жолығып, тиісті іс-шараларда дереу атқарған екен. Және сол секілді етсіз казактарының одағының басшысы болған Черепановтың жол кетуі де осы ұлтшылдардың қолынан деп өтірік жала жауып, кейін Черепановтың өзінің бір үйде тығылып жатқандығы, бұл әдейі бір спектакль болғандығын, қойылым болғандығын айқара ашқан. Сондай бір ұлт тағдырына өзінің үлесін қосқан осы Болат Дүйсенбі туралы деректі повесть болып табылады екен бұл еңбек. Өте тамаша, жалпы әр қазаққа оқуға және осы қазіргі қалған жерімізді қадірлеу ниетімен осы кітапты оқып, біліп жүрімізге өте бір таптырмас дүние екен. Жақсы, сонымен бұны да аяқтадық. Енді келесіге өтейік. Келесі кітабымыз Джеймс Гринвуд «Өгей бала».